әнші халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты Әсел Мадикешеваның «Гүл сезім» атты концерті өтті. Аты айтып тұрғандай әнші көрерменнің көңілін әсем әнмен тербеп гүл сезімге бөледі. Шығармашылық жолын әнші балапан, жас қанат, Азия дауысы атты ән байқауларында жүлдегер болып бастаған Әсел Мадикешева бүгінде Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі президенттік оркестрінің жетекші солисі болып қызмет атқарады. Жас қанаттың бірнеше конкурстардың лауреаты болды. Бізден кейін де қаншама жерлерге елімізді танытты. Мемлекеттің үлкен салтанатты шараларда үлкен деңгейдегі әндерді орындап шықты. Әлемдік классикаларды, өзіміздің халық әндерін қандай сонымен байланыста отырып жеткізген әншінің бірі. Мұндағы Әселдің артықшылығы сол. Жан жақты романстарды қалай орындайды. Әнші бүгінге дейін шетел сахналарында сан мәрте қазақ елінің өнері мен мәдениетін таныстырған. Репертуарында 300-ге жуық ән бар. Елімізге белгілі әнші Қорлан Қалиламбекованың шәкірті Әсел Мадикешеваның бұл алғашқы жеке шығармашылық концерті екен. Мен бұл концерттің бір ерекшелігін атап кетейін. Бұл жерде авторлық әндер орындалады, жаңадан тұсауы кесіледі. Тағы да шетелдің әндері орындалады, әсіресе көбінесе орыс, қазақ, белорус, қытай, немше. Біз жалпы жұмысымыз енді президент оркестрі көбінесе біз елбасының президентті қарсы алғанда біз көбінесе басқа мемлекеттен келген президенттерді сол мемлекеттің әндерін біз орындаймыз сол тілде. Сол үшін бізге ол бір аса қиын деп ойламаймын. Бірақ енді бұл концертте енді халықтың алдында бірінші рет орындайын деп жатырмын. Әнші бұл концертте халық әндерін, романстар мен арияларды орындады. Дирижер Дархан Рахымғалиев басқаратын президент оркестрінің Әсет Абдрахманов, флейташы Жібек Сапарғалиева, гитарашы Жәнібек Сапаров, жеткенші Маржан Құдайқұлова сүйемелдеуімен әнші шығармаларды шебер орындады. Кештің көрігін әншінің әріптестері Медет Салықов, Клара Төлембаева, Алажар Қайбар, Еркебұлан Сәрсенбеков, Гүлсәнім Жұмағалиевалар қыздырды. Ал Анар Құмарова, Бибігүл Сауытова, Айзат Қарабекова, Фариза Іргебаева сынды әншілер ән шеруін тарту етті. Әсел өте бір әмбебап әнші, өйткені ұстаз көрген, 8 жыл музыкалық білімі бар, өте профессионал әнші. Себебі оны айтатын, ол тек қана өзі классика өнерін пәнін бітірсе, мамандығын бітірсе, ол тек қана классикамен тоқталып қалмай, эстрада бағытында қала берді, халық әндерінде орындап, осы күнде көрермендерін қуантып жүр. Әнші үшін өзінің оқып, тоқыған бойына жинаған қанша тәжірибелерін жинап, оны халыққа бөлісіп, көрерменге өзінің өнерін көрсетіп, барлық өзінің қаншалықты деңгейін көрсету, есеп беру, яғни бұл кез келген әнші үшін бақыт деп ойлаймын. Бала жастан ән салып, ән бәйгелерінде аты озған әнші концертінде ерекше шабытпен шырқап, көрермен ықыласына бөленді.